Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дина. Бүгін сіздермен қамыры тез дайындалатын және өте жұмсақ, қытырлақ, сулы болып шығатын рецептпен бөлісетін боламын. Қараңыздаршы, орысша айтқанда сочный болып шығады. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 500 грамм ұнымызға 1 шай қасық тұз, 60 мл сұйық майымызды және 300 мл қайнап тұрған суымызды құйып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін осындай теп-тегіс қамырымыз шығу керек, оны 5 минутқа қойып қоямыз. Келесі салмамызға кірісетін боламыз. Салмамызға фарш, өте майда туралған жуа, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, кориандр және де 50 мл сұйық май, 150 мл су құямыз. Осының бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп, оны жайып, жұп-жұқа қылып жаямыз. Салмасын өте жұқа қылып саламыз, себебі қалың қылып салып қойсаңыздар, шикі болып қалуы мүмкін. Майды қыздырып алғаннан кейін өте баяу отта пісіріп аламыз. Осы рецептпен жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Маған жазылып, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.